Ассалаумалейкум достар, Спорт Мастер каналына қош келдің. Менің атым Нұрфат. Бүгінгі видеода мен сіздерге үй жағдайында бой өсіруге арналған топ жаттығуларды көрсететін боламын. Яғни ең әсерлі, пайдасын тигізетін жаттығуларды көрсететін боламын. Бұл жаттығуларды сіздер әр жаттығуды бөлек-бөлек орындайтын боласыздар. Яғни мен сіздерге бөлек-бөлек сіздерге әдейі көрсететін боламын. Бұл жаттығуларды қайталап сіздер омыртқаңызды созып және бойларыңызды 2-3 аптада өсіре алатын боласыздар. Маған бой туралы көп сұрақтар қойылып жатады. Бойды қалай созсам болады? Бойды 2-3 аптада өсірсем бола ма деп. Бүгін сол сұрақтарға сіздерге толығырақ жауап беріп өтетін боламын. Және де әртүрлі пайдалы жаттығуларды көрсететін боламын. Бұл жаттығуларды сіздер күніне 2 мезгіл орындайтын боласыздар. Түсте және кешке. Азанда орындамаңыздар, түсте және кешке орындайтын боласыздар. Сол кезде пайдасын тигізеді. Күніне орындап отырыңыздар, вообще тоқтамаңыздар. 2-3 апта тоқтамай қайталаңыздар. Сосын пайдасын, результатын көретін боласыздар. Мен осы жаттығуларды қайталадым, маған пайдасы тиді. Енді сен де қайталап өз пайдаңды асыр. Достар, видеоны көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп кет. Астында подписаться деген қызыл кнопка бар, соны басып кет және лайк басып кет. Және осы видеоны достарыңа таратуды ұмытып кетпе. Оларға да пайдасын тигізсін. Ал біз видеомызды бастаймыз. Достар, біздің бірінші жаттығу бұл созылу жаттығулары. Яғни қазір мен сіздерге созылу жаттығуын көрсетемін. Бұл әр созылу жаттығуларын 12 реттен қайталайсыздар. 12 реттен 4 подход жасап отырыңыздар. Бой өсуіне зор пайдасын тигізеді. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are, mysterious. That's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow, mysterious. That's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow. We're dreaming in the dark. We are nothing more than dust. You search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are, mysterious. That's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow, mysterious. That's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Достар, біздің екінші жаттығу бұл секіру жаттығулары. Яғни секіру жаттығулары, қазір мен көрсететін жаттығу бір орында секіру. Яғни бұл жаттығу сіздің омыртқаңыздың созылуына жақсы көмектеседі. Яғни омыртқаңызды былай айтқанда созады. Бұл турникті алмастырады. Бұл жаттығу сіздің турнигіңізді алмастырады. Яғни сізде турник болмаса, үй жағдайында осы жаттығуларды қайталап, турниктің орнына жасасаңыз болады. Бой өсуіне зор пайдасын тигізеді. 12-15-тен 4 подход қайталаңыз.
Келесі секіру жаттығу бұл приседание сияқты, яғни отырасыз да бір орында секіресіз, отырасыз да бір орында секіресіз. Жаңа бірінші секіру жаттығу до конца отырмай түсеміз ғой. Ал қазіргі секіру жаттығу до конца отырасыз да секіресіз, до конца отырасыз да секіресіз. Бұл жаттығу сіздің аяғыңыздың бұлшықеттерін созады және бойыңыздың өсуіне жақсы пайдасын тигізеді. Достар, біздің үшінші жаттығу бұл нағыз омыртқаны созатын жаттығулар. Енді бұл жаттығуарды жасамасаңыз сіздің бойыңыз өспейді. Бұл жаттығуларды күнделікті орындап отырыңыздар, 2 мезгіл. Яғни бұл жаттығу сіздің омыртқаңыздың нағыз өсуіне, созылуына көмектесетін жаттығулар. Қазір мен жаттығуларды көрсететін боламын. Бұл жаттығуларда 4 подход 12 реттен қайталайсыздар. Қазір көрсететін боламын. Бүйтіп тұрасыз, омыртқаңызды диванның үстіне қоясыздар, қолыңыз бүйтесіздер және омыртқаңызды созасыздар. Құйрық жерге тию керек, қолыңыз диванның мына тию керек. Сосын астыға кішкене жылжисыздар былай. Осылай созыласыздар. Омыртқаның үш бөлігіне қоясыздар. Мына аяғына қоясыздар диванның ұшын. Мына аяғына және жоғарғы бөлігіне. Мен осы жаттығуды жасап бойымды өсіргем. Достар, біздің созылу соңғы 2 жаттығуын көрсететін боламын. Бұл жаттығулар тоже аяқ пен белді созады, яғни омыртқаны созады. Бұл жаттығуды орындап отырсаңыздар бойыңыз өседі. Бұл жаттығуда тіземен отырамыз және қолымызды артқа итереміз. 30-40 секунд тұрамыз. Your voice, cause I rock designer don't mean I'm Gucci. You would know if you fucking knew me. She said let them talk, it go right through me. I don't know if you said that. Осылай 40 секунд тұрып болған соң аяғымызды былай қоямыз да жерге жатамыз. Бұл да созылып сабылады. Бұл аяқтың алдыңғы бөлігін бәрін тоқтай созады. Бұдан да 1 минут, 1,5 минут тұрамыз. Truly, hello, you don't gotta lie. And I know it's hard sometimes. How can they think that we don't try? Even though we tell them. And I'm sad, and she's sad too. If I die, then I had to. My life. Достар, осымен біздің видеомыз өз соңына жетті. Бүгінгі видеода мен сіздерге бой өсіруге арналған топ жаттығуларды көрсеттім. Бұл жаттығуларды орындап сіздер бойларыңызды 2 аптада өсіре алатын боласыздар. Мен сіздерге гарантия берем, бұл жаттығуларды сіздер күнделікті 2 мезгіл орындап, 3 апта тоқтамай орындасаңыздар, сіздің бойларыңыз 2 сантиметр болса да өсетін болады. Сосын маған сеніңіздер, өздеріңізді сеніңіздер, бұл жаттығуларды міндетті түрде қайталаңыздар. Күніне 2 мезгіл орындайсыздар, түсте және кешке. Бұл жаттығулар сіздің бойыңыздың өсуіне зор пайдасын тигізеді. Тек маған сеніп бұл жаттығуларды қайталаңыздар. Және осы видеоны достарыңызға таратуды ұмытып кетпеңіздер. Оларға да пайдасын тигізсін. Маған бой туралы көп сұрақтар қойылып жатады. Бойды қалай өсірсем болады, қалай ұзын болсам болады деп. Осы жаттығуларда бәрін көрсететін боламын. Бүгін мен сіздерге сұрақтардың бәріне жауап бердім деген ойдамын және әртүрлі жаттығуларды көрсеттім. Бұл жаттығуларды жасағанда саған ешқандай құрал жабдық қажет етпейді. Тек қана созылу, керілу, секіру жаттығулары. Видеоны аса мен каналыма тіркеліп кет, астында подписаться деген қызыл кнопка бар, соны басып кет және осы видеоны достарыңа таратуды ұмытып кетпе. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.